Барлығыңызға сәлем. Мынау менің фикус каучуконосный гүлім өсе алмай тұр, көптен ауырып, төменгі жағының бәрі лысый, осыны пышный қылып жасағым келіп тұр, ауырып өсе алмай тұр. Соны үстіңгі верхушкаларын кесіп алып, кішкене омоложение жасағым келіп тұрды. Омоложение жасағым келіп тұр. Соны сіздермен бірге бөлісуді жөн көрдім. Мына қандай лысый болып тұр, аянышты болып, осыны сіздермен бірге жасап көрейін. Сіздер де пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, каналыма тіркеліп пікірлеріңізді жазыңыздар. Так, енді осындай мына верхушкаларын кесіп отростікке салып қояйын. Бұл гүл енді күтімі ондай қиын емес қой, бірақ топырағы жақсы болу керек. Менің топырағы да шамалы сияқты. Ертең топырағын тоже отырғызам дұрыс топыраққа. Жарық керек, су шашып, су бүркіп, я болмаса жапырағын сүртіп, негізі сүртем, мен жапырағы таптаза, жапырағын сүртіп, кішкене уход жасап қойса, удобрениесін беріп, жақсы болады. Жарық жақсы келіп тұр. Міне осы жерден қазір кескендерім 5 материал шығып тұр отростка. Бұлар суда жақсы тамыр береді, просто суға салып қойсаң жақсы тамыр береді. Топыраққа салып, я вермикулитке, я перлитке салып, жаңағы теплицаға да салып қоюға болады, тепличка ыдысқа бетін жауып салып қоюға да болады, бірақ мен суға салып қойдым. Енді көреміз, жақсы суға салып қойдым. Оның да енді результаты жақсы жалпы. Енді астындағы почкалары оянсын. Сол себепті кесіп, мынандай қылып жасап отырғаным ғой. Енді өзімше сіздерде жаза отырыңыздар, ойларыңызды дұрыс жасап отырмыз ба, бұрыс жасап отырмыз ба. Осы гүлді жалпы жақсы көрем, жапырағы үлкен, прям осындай үлкен терек болатын гүлдерді жақсы көрем, бірақ өсе алмай тұр, өсе алмай. Жапырағы жылтырап керемет болып тұр. Негізі жапырағын сүртіп жақсы уходын алып отыр, почему-то астындағы почкалары оянбай тұр, пышный болып өсе алмай тұр, мынандай лысый болып тұр, лысый болып. Енді соны пышный қылып жасағым келіп тұр. Комплексный удобрение беру керек, суын бүркіп шашу керек, жапырағын сүрту керек. Сонымен енді уход ондай емес, тек топырағы құрғағанда барып су құясың ғой, басқа ондай қиын ештеңе жоқ. Каналымнан алыстамаңыздар, бірге өсірейік. Пока-пока.